Ата, ассалаумағалейкум. Мен сізді сағындым. Қалаға неге келмейсіз? Уағалейкум ассалам балам. Үлкен азамат бол. Кейде мен туған үйімді сағынып, ауылға келемін. Ал балам, сенің демалысың басталғанына және ауылға келуге шешім қабылдағаныңа қуаныштымын. Жүр, саған бір нәрсе көрсетемін. Балам, қорықпа, бұл құлагер ғой, сенің жүйрік тұлпарың. Ұмыттың ба? Ата, есімде жоқ. Иә, бұл 5 жыл бұрын болатын. Ол кезде құлагер тай еді, сен де кішкентай едің. Саған онымен ойнаған, сипаған ұнайтын. Ата, ол мені әлі ұмытпаған ба? Әрине балам, бұл жылқы, ол жақын адамдарын ешқашан ұмытпайды. Кел, мен сені атқа отырғызайын. Қорықпа, ол бірден шауып кетпейді. Балам, ата-бабаларымыз ежелден жылқыны үй жануарларының патшасы деп санаған, және ерекше қадірлеген. Батырларымыз тұлпарларына аса қамқорлықпен қараған, өйткені оларды қанды шайқастағы серігі деп есептеген. Ата-бабаларымыз жылқысыз өмір сүре алмаған, сәйгүліктерді 7 қазына, 7 асыл құндылықтың бірі деп санаған. Жылқы ақылды жануар, оны тай кезінен баптайды. Барлық үй жануарының ішінде ат өз иесін ерекше сезеді, және сезімдерін дыбыстар арқылы білдіреді. Ол тек таза суды ішеді. Сондықтан да қазақ халқы атты киелі жануар деп есептеген. Айғыр өз табынындағы қанды туыстығы бар құлындарға жақындамайды, өйткені олар таза қанды сақтайды. Бұл жылқы малының ерекшелігі. Осы қасиеті қазақ халқының 7 атаға дейін қыз алыспайтын заңымен үндеседі. Жылқы да қазақтар сияқты құрмет пен намысты түсінеді. Табын көшбасшысы ешқашан бөтен айғырдың өз биелеріне жақындауына жол бермейді. Оны дереу қуып шығарады. Табын көшбасшысы үшін отбасының қауіпсіздігі маңызды. Ол табынды қасқырлар мен басқа жыртқыштардан қорғайды. Ата-бабаларымыз жорық кезінде далада түнейтін болса, әрқашан ер тоқымды жастық ретінде пайдаланған. Өйткені оның иесі зиянды жәндіктерді үркіткен. Балам, менің ойымша, сенің тұлпарың шабуға дайын. Егер оны жақсы баптасаң, ол саған ұзақ қызмет етеді, және сен нағыз жүйріктердің қатарында боласың. Шын ба, ата? Әрине, бірақ сенің қасыңда сенімді серік болғаны дұрыс. Ол еркіндік пен биіктіктің бейнесі болып саналатын қыран бүркіт. Бүркіт те киелі ме? Иә, бүркіт те 7 қазынаның бірі. Қазақтар бүркітті еркіндіктің бейнесі ретінде қадірлейді. Бүркіт өте кербез құс. Ол тек биік жерде ұшады, және ұясын тек таудың биік беткейлерінде салады. Ата-бабаларымыз бүркітті аңға шығу үшін баптап, өздерімен бірге алып жүрген. Бұл құсбегілік деп аталады. Бүркіттің қауырсындары киелі саналып, үйге ілінген, ал оның тырнақтары тұмар ретінде қолданылған. Қазақтар бүркітті өте құрметтеген. Олар бүркіттің қауырсындарының бас ауруын емдейтініне сенген, және оны жастық ретінде пайдаланған. Қазақтар бүркіт секілді еркіндікті, биіктікті және таза ауаны жақсы көреді. Сондықтан біздің туымызда еркіндіктің символы ретінде қыран құс бейнеленген. Ал балам, мен саған бата берейін. Тұлпарың сүрінбесін, қыраның самғай берсін, жолың ашық болсын, дұшпаның қашық болсын. Әумин. Әумин. Әумин, ата. Мен өскен соң нағыз қазақ жүйрігі болып, ата-бабаларымыздың жолын жалғастырамын. Әрине балам,
Өз тарихын құрметтеген адамның болашағы әрқашан жарқын болады.